Барлықтарыңызға сәлем. Біздің бүгінгі тақырып айнымалар және деректер түрі. Біз алдыңғы сабақта айнымаларды көрген болатынбыз. Бірақ айнымал дегеніміз не ол? Айнымалы бұл белгілі бір деректер түріне сәйкес мәліметтерді сақтауға арналған қарапайым деректер құрылымы. Яғни алдыңғы сабақта біз енгізілген мәнді сақтап алу үшін осы айнымаларды қолданған болатынбыз. Айнымалардың атауына қойылатын талаптар бар. Біріншіден ол латын әріптері болу керек, яғни ағылшын әріптері. Екіншіден цифрлар бола алады. Үшіншіден нижний подчеркивание қоюға болады. Дегенмен де бұл жерде цифрлармен бастай алмаймыз. Яғни 1 number дегеніміз ол қате болып тұрады. Мұнда бізде қызыл сызықпен белгілеп тұр. Цифрлар тек ортасында және соңында кездесе алады. Мысалы, number 1 деген секілді. Сонымен қатар, егер сөздердің арасын бөлу үшін осы нижний подчеркивание қоюға болады. Айнымаларды атау бойынша бірнеше әдістер бар. Pythonда жиі қолданылатын әдістер ол біріншіден camel case әдісі. Әрбір сөз үлкен әріппен жазылады. Екіншіден underscore notation деп аталады. Яғни әрбір сөзді жеке-жеке біз нижний подчеркивание араларын бөліп жазамыз. Үшіншіден, айнымалылар кілттік сөздермен бірдей болмау керек. Кілттік сөздерді сіздер экранда көріп тұрсыздар. Әрі қарай осы айнымалар тақырыбынан кейін бізде деректер түрлері бар. Деректер түрлері дегеніміз, мысалы, негізгі үшке бөліп қарастыруға болады. Қарапайым түрлерінің бірінші str, яғни string. Қазақ тілінде ол кейбір кітаптарда сөз тіркестер деп береді, кейбір кітаптарда оны жолдар деп көрсетеді. Ол міндетті түрде тырнақшаға алынып жазылады. Кез келген тырнақшаның ішіне жазылған кез келген сөздерді жолдарда атауға болады. Немесе Python бағдарламалау тілінде одинарный кавычка мен двойной кавычканың айырмашылығы жоқ. Мысалы ретінде hello world. Әрі қарай келесі тип numbers. Басқа бағдарламалау тілдерінен қарағанда Python бағдарламалау тілдерінде сандардың барлығы бір типке жатады. Дегенмен де оны бөліп қарастыруға болады. Жақшаның ішінде int, float деп жазып кетейін. Int дегеніміз бұнда бүтін сандар. Бүтін сандарға 100, 200, кез келген бүтін санды жатқызуға болады. Ал float дегеніміз бөлшек сандар, яғни 5,6, 3,14, 9,8 деген секілді. Енді мұнда айтқым келетіні бөлшек сандардан аралығы точкамен бөлінеді. Үшінші қарапайым деректер түрі ол boolean логикалық тип bool деп жазылады. Оған тек екі ақ мәнді жатқызуға болады, true және false. Негізгі қарапайым деректер түрлеріне осы үшеуін жатқызуға болады. Бірінші str string, қазақша кітаптарда жолдар деп беріледі. Екіншісі numbers, сандар, оны екіге бөліп қарастыруға болады. Int бүтін сандар, float бөлшек сандар. Үшіншісі, мұнда қате кетіп қалды, boolean. То есть логикалық тип ол тек қана екі мәнді қабылдайды. True ақиқат, false жалған. Python бағдарламалау тілінің анықтамасымен белгілі, яғни Python бағдарламалау тілі динамикалық теорияда қолдайтын бағдарламалау тілдерінің қатарына жазылады. Мысалы, біз белгілі бір айнымалының ішіне цифр сақтағаннан кейін, оны біз басқа деректер түріне ауыстыру ешқандай қиындықты соқтырмайды. Айнымалының ішінде қандай деректер түрі сақталғанын білу үшін бізде type функциясы көмектеседі. Мысалы, белгілі бір санды сақтайық, әрі қарай оның типін анықтайық. Ол үшін бізге type айнымалының өзін type функциясына аргумент ретінде айнымалының өзін көрсетеміз. Команданы орындаймыз. Class int